Саламатсыздар ма қалдыңыз? Қалай, менің Конер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге клапан тоқып көрсететін боламын рюкзакқа. Алдыңғы салған видеомда мен торбочка қылып рюкзак тоқыған болатынмын. Негізі ол торбочка емес, торбочка қылып ұстаса да болады, болмаса клапан тоқып клапанмен қоса ұстауға болады. Біздің клапанымыз бүгінгі мынандай. Осындай қылып тоқимыз. Мына жағында добавкалар жасаймыз. Тура неде жасадық қой. Следик деп ғой. Рюкзактың табанын тоқыдық қой. Сол жерде біз цепочканы набирать етіп, сосын мына жағында екі жағынан біз не қосқан болатынбыз, добавка. Ал бүгін біз бір жағынан ғана қосатын боламыз. Мына осы рюкзагымызға крышка, клапан дегеніміз крышка ғой, крышка тоқитын боламыз. Міне мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, е? 15 и чечетін былай аяндыра тоқитын боламыз. Ол үшін біз мындай цепочка, опять же, цепочка тоқимыз. Цепочка неше тоқу керек екен, қазір көреміз. Мынаны санаймыз: 1, 2, 3, крючогымызда, мынамен 4, ілмек біздегі 5, 6, 7, 8, 9, 10. Біздікі сонда получается мына жақтан рюкзагымыздың арты бар емес пе? Сол артынан міне примерно мына жерден міне былай болады. Тағы 2 петля қосу керек. Өйткені қазір 2 петля қосамыз. Даже 3 қосайын. Өйткені біз қазір былай тоқимыз, е? Біз мына енін де алу керекпіз, оны енін жалпақ қылып тоқу керекпіз. И былай, прям былай, получается, былай жалпақ қылып тоқимыз ғой, былай. Сонда бізге осы жетеді. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына ілмек біздегімен 13. Міне менің рюкзагымның ені примерно 50 сантиметр, жоқ 40 сантиметр, и ұзындығы да 40 сантиметр болады. Бұл детский рюкзак. Енді біз мынадан тоқитын боламыз. Мына өріліп тұр ғой, косичкада. Бұл бізде воздушная петля. Міне мына жерден аламыз да, біз мынадан алмаймыз, мынадан аламыз. Сонда былай. 1. Мына уже бізде бір столбик болып. Бір столбик болып саналады. Мына екінші. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Прям екі жіпке алып жатырмын. 12. Негізі бізде мынау 12-шісі. Бұған біз 3 сразу петля жасаймыз, сразу добавкамен. Сонда былай қарсаңыз, мына шеті мына жерден. Но бізде добавка болады. Всегда бұл жерде былай қарай кеңейе береді, я. Ал мынау бізде мына жерде
міне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 столбик тоқимыз. Мұны мына тесікті тартамыз. Ол өзі тартылатын жабылды тесігіміз. Енді екінші жағы мына прям мынаған тоқимыз. Бұл екінші способ осындай. Басында біз астын тоққан кезде мында екі шетінен тоққан болатынбыз, ал бүгін міне прям столбикқа столбик тоқимыз. Осылай. Жіптің ұшын ары қарай қалдырып қояйық. Тартқан кезде керек болады бізге. И просто тоқи береміз. 11 столбикті ары бері тоқимыз сонда. Осылай тоқимыз, ең соңына кейінде мынадан тоқмаймыз, мынадан тоқмаңыздар. Ең үстінде мына столбиктен алыңыздар. Бір жібінен ғана алсаңыздар болады. Былай и былай. Сонда мына жер түзу болады. Біздікі мысалы мына жері. Бұл мына жері. Мына жері да. Мына жағы домалақ болады бізде. Енді мына жағына добавка жасаймыз. Ол былай көлемінде мына жағына қарай өседі. Былай. Былай. Былай өседі. Солай тоқитын боламыз. Енді бір петля подъема обязательно. Мынаған салмаймыз. Турасын салмаймыз. Мынаған саламыз. Қатты бос қып тоқмаймыз. Қатты жаңағыдай тартып тоже тоқмаймыз. Средний мындай. Қатты қылмай тоқимыз. Енді мына жерде біз басын столбиктердің басын домалақтап қоямыз. Мына жерде біз добавка жасаймыз. Былай бізде былай домалақ болып қалай шығу керек, мындай домалақ болып. Овальный, бір шеті овальный болып. Мына жерге екеу, мына столбикқа екеу, мына столбикқа екеу. Ал мына жағы бізде түп түзу болып шығу керек. Міне бізде мынаған и мынаған екегеден тоқимыз. Міне добавкаларымыз біздің бағана үшеу. Біреу, тура сол жерге екеу, мына жерге біреу, тағы да біреу. Енді мына жерге тағы біреу и тура сол жерге екіншісін тоқимыз. Сол кезде мына жерде байқалмайды, тағы бір-екі столбик тоқиын. Осылай. Міне енді қарасаңыздар, аяз сіздер мына жерде көп жасасаңыздар, былай ирелеңдеп кетеді, былай юбканың асты сияқты. Аз жасасаңыздар, былай жиналып қалады. Сол себепті тура мына схемамен тоқуға кеңес беремін сіздерге. Міне енді ары қарай бір-бірден тоқимыз барлығын. Ең мына жерінде ғана ғой добавка. Добавка тура не дегендей овал не тоқыдық қой, сумканың астын, рюкзактың астын. Тура сонда овальный сияқты тоқып, бір шетін ғана біз тоқимыз добавканы. Екінші шетін обязательно біз былай үстіңгі жағынан аламыз да. Мына жерден алсаңыздар, просто так мына жерден алсаңыз, можно мына жерден ала салуға болады. Бірақ ол бай төмен қарай кетіп қалады. Үстіндегі бір петлядан алуға тырысыңыздар. Мына жерде осыдан аламын. А то
төменге қарай кетіп қалады столбиктарыңыз. Міне мына жерде міне. Енді бір столбик обязательно петля подъема. И мына жерден тоқимыз, мына жерден тоқимыз. Мынадан алмаймыз, екінші тесіктен салып, екінші столбиктан. Енді мына жерде қарасаңыздар, добавка мына жерде тұр, мына жерде тұр. Арт жағын айландырып қарасаңыздар, міне енді сіздер мына жерге бір петля обязательно тоқисыз. Міне, и мына жерге добавка жасаймыз. Міне, бір жерден екеу тоқимыз. Мына жерге біреу тоқимыз. Міне, біреу. Мына жерге екеу, біреу. Міне, екеу. И мына жерге біреу. Кезек қой. Тура алдындағындай. Міне енді біреу алдық, мына жерге екеу. Біреу. Міне екеу. И мына жерге біз бір столбиктан жағына қарай тоқи береміз. Міне. Мына біздің центр. Тұр ортасы. Тағы да сіздерге бір кеңес, мына именно сіздер мына жібіңізде, біздіңізде бір не болады, петля, соны кішке тартыңқырап ұстаңыздар, ал мұнан бетіп салып, бетіп шығарасыз, сосын кішкене бұлай біздің бойымен тартып шығарасыз, бұлай мынау кішкене жинақырақ болады мынау. А мынаны петляны екіншісін шығарған кезде бұл кішкене ұзынырақ болып, мына петляның бойымен бетіп бірдей. Мынау кішірек болады. Солай істесеңіздер, мына тесік болмайтын жердің бәрі оғанда қатты тесік болып тұрады кейде. Сондай болмайды. Сонымен сіздерге сол мына шет-шетін тоққан кезде мына жақта тоқисыздар, ең үстіңгіден алып, мына үстінен алып тоқисыз. Обязательно бір столбик для подъема. И мына жерде мынаған тоқымаймыз, мынаған тоқимыз. Екіншісіне сосын тағы да мына жерге келгенде мына жерге мысалы добавка жасайсыз. Мына жерге біреу тоқисыз, мына жерге добавка, мына жерге біреу тоқисыз, мына жерге добавка, мына жерге біреу тоқисыз. Ары қарай бір-бірден тоқып келесіз ғой. Мынақтан былай қарай кетесіз, и былай айланып қайтып келесіз, қайтадан бір-бірден тоқисыздар. Мына жерде обязательно петля подъема, сосын мынақтан былай тоқисыздар. Мына жаққа келгенде сіз қарайсыз, мына жағын бүйтіп аударып, добавка қай жерінде деген сияқты. Мына жерде добавка бар. Сол бәрі бүйтіп қарап, мына жағында былай тоқисыздар негізде. Мына жақта добавка жоқ. Мына бүйтесіздер, мына жерге добавка жасайсыздар обязательно. И мына жерде біреу, мына добавканың үстіне тура екеу тоқисыздар. Тура алдындағындай. Міне мысалы бірінші қатар үшеу, бір неден, бір столбиктан үш столбик шығып тұр. Екінші қатарда бізде 6 столбик болады. Ол кезде уже былай бір нәрде 3 столбик болады, ең басында мына жерде. 3 столбигіміз бар, шығарған мына жерде. Әрқайсынан 2-2 столбик көтересіз. Сонымен мына жерде өстіп. Сосын үшінші қатарда уже мына жағын мен санамадым. Добавка, біреу, добавка, біреу, добавка. Обязательно тура үш жерде всегда добавка бір-бірден ғана болады. Ой, үшеу болады. Любой қатарда үш жерден ғана добавка болады. Мына жақта да үш жерден добавка, былай да үш жерден добавка. Төртінші қатар.
Мен мысалы 4-ші қатардамын. Мына жерде бір-бірден добавка. Мына жерде біреуден болды ғой, иә? Мына жерде уже екеуден. Мына жерде 2 добавка, 2 добавка. 3 жерден ғана алып алайын. 5-ші қатар. Мына жерде добавканың үстіне добавка опять жасауға болмайды. Сразу нақтан добавка жасаймыз бірінші. Біреу, екеу, үшеу. Добавка, біреу, екеу, үшеу. Добавка, біреу, екеу, үшеу. 6-ші қатар. Мына жерде бізде уже үшеу, иә? 5-ші қатарда. 6-ші қатарда 1, 2, 3, 4 добавка. 1, 2, 3, 4 добавка. 1, 2, 3, 4 добавка. 7-ші қатар уже добавка. 1, 2, 3, 4, 5 болады уже. 1, 2, 3, 4, 5 добавка. 1, 2, 3, 4, 5 добавка. 1, 2, 3, 4, 5 добавка. Вот самый керегі сол. Потом мына жері обязательно бізде төмен шығу керек. Былай қарай дұрыс алмасаңыз, мына жерде мысалы мына жерден біз былай қарай терісімен тоқып келе жатыр, ары бері поворотно береді, но бізде центр. Вот добавка тура центрден басталады. Мына жерден былай қарай добавка всегда үлкейе береді, кеңейе береді. И мына жерге мен добавка жасаймын, мына жерде екеу тұр. Бір тесттен міне бір столбиктен екеу шығып тұр. Добавка бұл жерде менде қазір 4-ші қатар тоқып отыр. Мынау бізде 3-ші қатар. Мынау келе жатқан 4-ші қатар. Міне біреу, иә, мына жерде добавка, біреу добавка, біреу добавка дедік, бір жерден екеу шықты, да? Мынаны қарасам, мына жерде біреу тұр, мына жерде екеу, бір жерден бір столбиктен екеу шықты, мына жерде біреу. Мына жерге мен екеу тоқу керек, бұны обязательно. Бір жерде бір столбиктен екі столбик шығардым. Мына жерде бір-бірден мені біреу, мені тағы біреу. Мына жер уже бізде обязательно бізде бір столбикті, бұл жерде екі столбик тоқимыз. Екеу. Бір добавка, екінші добавка, или мына жерде мені біреу. Тағы бір столбиктен бір столбик, міне екі столбик жасадық бір-бірден, е? И мына жерге бізде обязательно добавка біреу. И мына жерде екеу. Сонда общий мына жерде бізде міне добавкамыз біреу, міне екеу. И міне үшеу. Вот енді бұлай қарай бір-бірден ғана тоқимыз уже. 3 добавкамыз бар. 3 добавкадан көп болмау керек. Теріміз бір-бірден. Міне біздің предпоследний столбигіміз. И мысалы сіздер мынадан қазір мына жерден алсаңыздар, но обычно мына жерден алу керексіздер, мынадан алсаңыздар, мынау былай қарай төмен кетіп қалады. Сол үшін үстіндегіден аламыз. Үстіңгі бір столбиктен аламыз міне. Мен үстіндегі бір петлядан ала салдым. Міне. Былай түзу шығу керек. Міне сонда бізде міне былай. Оны потом түктеп жіберу керекпіз. Болмаса бір ауыр заттың астына қойып қойып, бір 4 кітап, 5 кітаптың астына қойып қойсаңыз түзеледі. Міне тұрмын мынау. Енді обязательно петля подъема. И мынадан алмаймыз. Біріншісіне не? Екіншісінен аламыз. Столбик көтереміз екіншісінен. И ары қарай тағы да. Бір-бірден. Мына жерде уже қараймыз біз. Мына
біздің мына жерде добавка тұр. Біз сонда мына жерге добавка 1, 2, 3 мына жерге 1, 2, 3 мына жерге мен добавка жасаймын. Өйткені мына добавка тұр. Мынарге біреу жасаймын, мынарге 1, 2, 3, мынарге добавка 1, 2. Тура добавканың үстінен біз добавка жасамау керекпіз. Сонда мына жерде мен добавка, именно тура добавканың үстінен бір столбик алып өтемін. Столбик добавканың үстінен мындай міне тұр ғой, міне бұның үстінен тағы добавка қосуға болмайды. Сол үшін мен мына жаққа жасаймын. Добавка, мына жерде біреу, мына жерде біреу. Міне, сонда 1, 2, 3 болады. Қараңыздар міне. Жаңағымыз, мына жерге менде міне мына жерге добавка жасау керек міне. Тура сол жерден добавка алдым. Ақтан қарасам мына жерде міне добавкалар тұр міне. Тура мына жерде. Бұл жерде уже мен бір-бірден алып шығамын. Ал мысалы сіз қазір қарамай жай тоқтасаңыз, ондай болса мына бір бұрыш болып шығады да. Мына жерде добавка 1, 2, 3. И мына жерге мен обязательно добавка 1, міне 2. Добавка жасадым міне бір жерден. Мына жерден 1, міне 2, бір-бірден. Мына жерге 3. Мына жерге мен бір добавка жасадым, міне бір добавка, міне екінші добавка. И міне 1, 2, 3. Мына жерге мен тағы бір добавка жасауым керек. 1, 2. Обязательно бір ауыз астына қойып қою керекпіз. И бетке өлшеп көрейік. Маған әлі 2 қатар тоқу керек, примерно, или 1 қатар. Солай дұрыс болады. Міне сонда асты, міне осындай рюкзак болып шығады. Детский. Енді сіздер тура мына схемамен, мен сызған схемамен тоқыңыздар. Әдемі болып, мына жері овал әдемі болып шығады. А если сіздер добавканың үстіне добавка түсіп қалсаңыз, ондай болса дұрыс емес болып шығады. Мына қараңыздар, мен мына жерде 6 қатар тоқыдым, 6 қатар. Ең соңғы міне добавка 1, 2, 3, 4 добавка 1, 2, 3, 4. Осылай болды. Енді міне аяғына дейін келдім. Бұлай қарай әдемі болу үшін до конца тоқи салуымыз керекпіз. Мына жерде енді бұлай. И мына жерге бағанан бері тоқып келген жоқпыз. Ең соңғы қатарда бұл жерге 2 тоқимыз. Міне, тура мына жерге 1, 2. Міне екіншісі. Сонда мына жерде бұлай қалай айтсам, бұлай бір талғаннан тоқса, ол кішкене жиырылып бұлай болып тұрады да, 2 тоқса кішкене ашылады бұлай. Ашылып, әдемі болып тоқылады. Енді бұлай каждый тоқимыз. Осылай. Каждый қатарға тоқимыз. Мынаны. Қатықтар, бағанан жаңа кішкене қатты тоқимыздар деп қалып отырмын. Енді тақтаймыз, кішкене симполный тоқимыз. Мындай үлкен тесіктер болса, оны жабу үшін дейді. Мына жерде тесік үлкен болып тұр. Мен алғанда міне бір жанына кішкене іліп аламын. Кішкене осылай тесігі жабылатыны. Осындай қылып қойсыздар. Енді мына жерге сәл бір. И міне тағы бір өтті осы жерге. Жоқ, бұл жерге емес, кішкене мынаған жақынырақ тоқиық. Солай. Енді мынаны үтіктеп жіберсек болады, үтіктеп, или болмаса үстіне ауыр зат қойып қоямыз. Мына жіптің ұшын кесеміз. И мына жіпті шығарып, мына жаққа қосамыз. Мына біздің соңғы петлямыз, мына біздің бірінші петлямыз.
өрілгеннің астына салдық. Былай кіргіздік. Мына жіп тура сол мына жіп шығып тұрғанның астына мына жерден екеуінен біліп алып, мынау көлденең жатыр, и мынау біздің жаңағы косичкамыздың жартысы. Жіптің ұшын осыған саламыз. Міне бүйтіп. Міне енді біздің былай үзілмеген сияқты, қосылған жері дұрыс онша білінбейді. Тартпай, свободный. Мына жағда бар жағы айланып бүйтіп упаковка тоқылған сияқты болды. Бар жағы бірдей. Мынау біздің арт жағымыз. Арт жағына мына жіптерді, жіптің ұшын тығып тастаймыз. Мына жерге мысалы бүйтіп кішкене тереңдетілген жерінен байлаймын. Мына жіпке, любой бір жіпке байлаңыздар. Былай петля и шығарып аламыз. И мынаның бәрін, жіптің бәрін былай ішіне кіргізіп жібереміз. Мына біздің бет. Осылай мына жағы былай болады. Қазір мен көрсетемін. Мына біздің рюкзагымыз, тура бетіне келді. Енді бұны мына жерге біз бекіту керекпіз. Опс, болды. Енді міне қараңыздар, мына жерде мынау біздің жібімізді тартып тұратын тұр. Соның астыңғы қатарына мен тоқитын боламын. Екі жағы бірдей. Мына жерден мен аламын. И мынадан аламын. Осылай және осылай. Былай істеймін. Мынаған салам. Мына жағын бірдей қылып ұстап тұрып, былай салдым бізімізді. Енді біздің ұшына, мына біздің ұшына жіпті ілдім. Былай шығарып аламын да. Сразу соединить етемін. Енді ары қарай кішкене тартып тоқи береміз. Только обязательно мына былай ұстаймыз, өйткені біздің немізді, крышкамыз, клапанның формасы тура түсу керек мына жерге. Шығардым, қолмен ілдім астынан, мені осылай. Өстіп, мына жағын обязательно ұстап тұрамыз, и мына каждый неден бетіп іліп алып шығарып тұрамыз. Петлямызды отыр, соны тарту керекпіз. И так, да? Осылай соединительный қылып тоқып шығарамыз. Осылай потом мынаған
соединительный жасап шықты. Осылай қостық. Енді мынаны кесіп аламыз. Мынау бізде рабочий жіп, мен мен мынанша кесіп аламын. Алып тастадым. И мына жер болса, мен чуть-чуть артқа саламын да. И мына жағындары тығып тастаймыз. Мына жіптің ұштарын тығып тастаймыз. Мына жіптің ұштары тұр. И мына жіптің ұшы. Рюкзагымыз сонда мына жалпақтағы алып жинаған кезде мынандай болады. Өте әдемі. Детский. Күшті сумочка, рюкзак болды.